Оған кіру жәннатқа кіріп кету деген мағынаны білдірмейді негізі. Бірақ жәннаттың бір бөлігі дұғаның қабыл болатындығынан айтқан хадисте. Кейбір кісілер ойлайды, құтты бір осыған кірмей қалса, ерте қияметте жәннатқа кіре алмай қалатын секілді қорқады. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бұл жерге айтқан себебі, яғни дұғаның қабыл болатын мекені деген ретінде баяндаған екен. Сол үшін иншалла әрекетін жасаймыз, ары қарай нәсіп енді. Енді қажылар, ар жағына қараңыздаршы. Күміс күмбездің ар жағында тағы бір кішкентай күміс күмбез тұр. Көріп тұрсыздар ма? Әлде мен ғана көріп тұрмын ба? Көріп тұрсыздар ма? Анау күміс күмбездің ар жағында кішкентай күміс күмбезді. Оның да тарихы болмауы мүмкін емес. Мына пайғамбарға айтқаннан кейін, мына пайғамбардың қабірінде кішкентай терезе болған. Сол терезеге қарап, ассаламу алейка я расул деп бәрі сәлем берген. Кеше сіздер секілді. Бірақ ол кісілер жанынан сәлем беретін болған. Күндерде күн өтіп, әлгі мұсылмандардың саны көбейген кезде бір терезеге телмірген халық әлгі жерде өте үлкен кептелістер туғызады. Сонда Әзірет Омардың заманы